Қазақ театры мен кино өнерінің жасампаз тұлғаларының бірі Рүстем Жанаманов. 1987 жылы 6 маусымда Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданына қарасты Ашсай ауылында дүниеге келген ол, өнерге деген шынайы қызығушылық пен таланты арқылы сахна мен экранда ерекше орын алды. Шығармашылық жолын бастап, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы колледжін тәмамдағаннан кейін, режиссура факультетінде режиссер өнімші мамандығын игерді. Болат Атабаев шеберханасында кәсіби шеберлігін шыңдаған Рүстемнің алғашқы қадамдары театр сахнасынан басталды. 2012 жылы Жамбыл облыстық Қазақ драма театрында Дарья Фоның «Еркін жұп» атты пьесасын сахналап, театр сыншыларының жоғары бағасына ие болды. 2017 жылы мемлекеттік қуыршақ театрында қуыршақ режиссурасын дамыту мақсатында Омаровтың «Құлын мен қасқыр баласы» және Отарбаевтың «Жусан иісі» спектакльдерін сахналап, көрермендердің жүрегін жаулады. Рүстем Жанаманов қоғам мен мәдениетке қатысты түрлі жобаларға қатысып, өнердегі жаңа бағыттар мен инновацияларды белсенді енгізуде. Оның фильмографиясына «Жизнь после», «Ты мне нужен», «Жаным Қазақстан», «Таргет» сияқты жобалар кіреді. Әр түрлі жанрларда комедия, мелодрама, драма, сериал жұмыс істейтін Рүстем Келінжан секілді сериал жобаларымен танылып, кейін кино әлеміне қадам басты. Жаңа фильмдерде басты рөлдерге немесе ерекше назар аударатын кейіпкерлерге ие болып, актер ретінде кәсіби өсуін көрсетті.